Уақыт шіркін тоқтаусыз зымырап өтіп жатты. Қорғансыз тірі жетім қызға ешкімнің жаны ашымады. Таңнан кешке дейін тынымсыз қара жұмысқа жегіп қойған. Әбден таяқтан көз ашпаған Сәлима өте тұйық әрі қорқақ. Сол бір жасықтығынан мына өмірден көресіні көрді байғұс құс. Үстіне үнемі ескі құсқа киімдер киіп жүретін Сәлиманың маңына ешкім жоламайтын. Мектепке әйтеуір барып келеді. Сабақ деген аты бар, бірақ сабақ оқуға мүмкіншілігі жоқ. Ол кезде ешқандай қолдау болмады. Мұғалімдері тек ұрысқаннан басқа шаруалары жоқтай. Сыныптастары да келеке етіп, сыныптағы ең ылас, кір қожалақ қыз Сәлима еді. Басқа қыздар сияқты тап-тазайын болғысы келеді. Сабақтан келе сала, бір тілім нан мен айран іше сала, мал қораның жұмысына кірісіп кететін. Мектепті бітірген Сәлиманың көретіні тек айдала. Арасында қой бағатын кезектері де келгенде 10 жастан асқан інісі ертіп алады. Бұл ісіне әбден дағдыланып алған. Бірде тағы да қой бағатын кезегінде Сәлиманың басына қара бұлт үйірілді. Күндегідей айдалада мал жаюға шықты. Қасында ағасының 10 жастан асқан баласы бар. Жаз айы болғандықтан жиі шөлдеп, ыстықтап, қалың отындық ағаштың көлеңкесіне кеп жайғасты. Інісі екеуі отырып, ас ауқатын шығарып, айранды сіміре ішіп, көңілдене Сәлима ән шырқады. Бұл өмірде Сәлима осы айдалада ғана айқайлап көңілін көтеретін. Басқа кезде ол еш уақытта даусын шығармақ түгіл сөйлеген емес. Сәлиманың жігерін құм еткен ағасы мен жеңгесі. Бәлкім анасы өсіргенде бұндай қорлық көрмес пе еді. Ән салып, айқайлаған дауыстан елең еткен жасы 50-ге жақындаған Бақтыбай кісі естіп, дауыс шыққан жаққа қарай бұрылды. Ол кісінің жылқысы жоғалып, іздеуге шыққан. Аттың даусынан лезде көзін ашып, әнін доғарған Сәлима ұялып, төмен қарады. Пай, әнді жақсы айтады екенсің деген Бақтыбай кісі көздерімен қыздың аяғынан басына дейін тесіле қарады. Бақтыбай байлардың малын бағатын жалшы. Әйелінің бұл өмірден өткеніне жыл толмады. Балалары есейіп, өз күндерін көріп жатыр. Тек қолында мал бағатын ауру баласы бар. Қызым, мына жерде кішкене көлеңкелей тұрайын деді. Сәлима үнсіз басын изеп келіскендей болды. Әй бала, бері кел. Мына аттың шылбырын ұстап, анау көлге апарып, суын беріп жайып кел. Аңғал бала қуана атты жетектей алып кетті. Сәлима да орнынан тұрып, қойлар жайылып жатқан жаққа қарай барғысы келген. Бірақ әлгі арам ойлы еркек қолынан шап беріп, аузын лас қолдарымен жауып, жерге атып ұрды. Қатты соққыдан басы мең-зең, көздері қарауытып, құлағы шыңылдап барады. Өз ісін бітірген жексұрын Сәлимаға: бұл сырыңды ешкімге айтпа, өзің масқара боласың деп кете барды. Қайдағы бір жалшы қорғансыз қызды қорлағаны жүректі әбден ауыртады. Амал нешік? Осындай арам ойлы албастылар бұрынғы заманда да, қазіргі заманда да бар. Оларға тұсау қоя алмай, қаншама қыздың тағдырын қор етіп келетіні айтпай-ақ белгілі. Күндіз үндемей, бар ойы жұмыста болатын қыз түнге қарай әлгі күн есте түскен сайын қинала жылап шығатын. Арада айлар өтіп, жүрегі айнай мазасы қашты. Бұл жағдайды жеңгесі байқай бастады. Үйде ағасы жоқ кезде Сәлиманы малқораға шақырып алып, қолындағы қамшымен әбден сабады. Сорлы неме, қане айт, кіммен жаттың, кімнен көтердің ішіндегі бәлені? Айт дейм саған. Арқасынан қамшымен осып жіберді. Байғұс құс шырылдап ақталса да, сөздеріне сенбеген жеңгесі онан әрі сабай түсуде. Манадан бері
Сабанның қуысында сығалап тұрған ұлы жүгіріп келді. Апа, анау күні біз қой баққанда бір кісі әпкемнің басын қанатып кетті. Сол кісі қойды ұрлап кеткен шығар, маған ештеңе айтпа деді. Кішкентай інісі сол күні Сәлима ештеңе айтпауын өтінген болатын. Десе де бала ғой, әпкесінің таяқ жегеннен шыдамаған болу керек. Кейде қой жоғалып түгел болмаса жеңгесі осылай Сәлиманы сабайтын. Ештеңені түсінбеген бала солай шындықтың бір ұшын ашып берді. Ара қарай жеңгесі түсінді. Ендігі жеңгесінің мәселесі Сәлиманың іші шықпай тұрып, одан құтылу болды. Анау күні Сәлиманың қолын сұрап, келушінің бетін қайтарған. Ондағы ойы қызды әлі де өз пайдасына жаратамын деп ойлаған жеңгесінің арам ойы көкке ұшты. Қызды сұраушының алыс жеңгесі танитын. Дереу қолтығына көйлек жаулығын қыстырып, әлгі үйге өзі барды. Шәй ішіп отырып, өткендегі іші үшін ұялған кейіп таныта, Сәлиманы өзі шығарып беретінін айтып, алып қашуын ұйымдастырған жеңгесі дән риза. Сәлима жүрген бір қаңбақ секілді. Жеңгесі не десе көне беретін. Десе де байғұс қыз отау құратынына мүлдем қуанбады. Ойынына сорлап қалған күн есіне түскен сайын мазасы қашып, үйден жылап шықты. Қыздың көз жасына қарап жатқан жеңгесі ме? Әй, албасты, өшір үніңді, неменеге гүлдетіп тұрсың? Сені бір өлтірейін деп жатыр ма? Осыдан үйге қайтып келетін болсаң, ағаң түбіңе жетеді. Миыңе тоқып ал. Жеңгесі біраз сөйлеп бұрқылдап жүріп, үйден шығарып көліктеріне салып жіберді. Сәлима оң аяқпен босағаттап келін болды. Басында ешкімнің жүзіне қарауға ұялып, той аяқталғанда атасын көріп, есінен адасардай күй кешті. Жаз айында еріксіз арын төккен кісі қайнатасы екенін білгенде, қолындағы кесесі түсіп, ыстық шайға күйе жаздады. Қайнатасы болса ештеңе болмағандай, ой, келінжан, күйе жаздадың, абайлашы деп, өзін керемет жан секілді ұстауы әрине екі жүзділік. Жалғасы бар.